Бүгін сіздерді көптеген адамдар мүлдем білмейтін және картадан таба алмайтын елмен таныстырғым келеді. Бұл ел жан басына шаққандағы табыс деңгейі мен халықтың өмір сүру сапасы бойынша әлемдегі ең бай 7 елдің қатарына кіреді. Сонымен қатар мұнда бензин судан арзан, несиелер пайызсыз беріледі, коммуналдық төлемдерді мемлекет төлейді. Ал кейде үкімет қарыз алушылардың барлық несиелерін жай ғана кешіріп жібереді. Бұл 25 жыл бұрын көршілері аяусыз өртеп жермен жексен еткен таңғажайып ел. Бүгінде мұнда зәулім ғимараттар санырау құлақтардан да тез өсіп келеді. Өте қымбат және эксклюзивті көліктердің сатылымы барлық мүмкін болжамдардан асып түсуде. Әрбір азаматқа бір қызметші және 1,5 гастарбайтердан келеді. Мұнда әлемдегі ең құнды валюта бар. Бұл Кувейт. Әлемдегі ең бай елдердің бірі. Орасан зор мұнай қоры халықтың ештеңеден таршылық көрмей өмір сүруіне мүмкіндік береді. Бірақ бұл жерде ақшаны жұмсайтын айтарлықтай көп нәрсе жоқ. Кувейт көлемі жағынан Қазақстандағы ең кіші облыс Түркістан облысынан 10 есе кіші. Ал халқы небәрі 3,5 миллион адам. Олардың тек 1 миллионы ғана Кувейт азаматтары. Оларды алтын миллион деп атайды. Сол алтын миллион арасында мұнайдан түскен табыс бөлінеді. Мысалы, үйлену тойына жас жұбайлар мемлекеттен $15,000-дан $250,000-ға дейін сыйақы алады. Дәрігердің және мұғалімнің жалақысы $15,000. Мұнда жергілікті тұрғындар қатардағы дәрігер болып жұмыс істемейді. Тек басшылық қызметтерді атқарады. Жергілікті тұрғындар үшін жер бағасы өте арзан. $250,000 көлеміндегі ипотекалық несиені 0% мөлшерлемемен алуға болады. Болжам бойынша 5-10 жылдан кейін несиенің жартысын жай ғана кешіреді. Денсаулық сақтау және білім беру тегін. Егер сіз шетелде оқығыңыз келсе, үкімет сіздің ұшақ билеттеріңізді, оқу ақыңызды төлеп, оған қоса $2,000 стипендия береді. Егер кувейттік азамат науқастанып, ел ішінде емделе алмаса, үкімет кез келген елде оның емделу ақысын, сондай-ақ оны ертіп жүретін туыстарының барлық шығындарын өтейді. Балалар жәрдем ақысы $200. Бұл төлем бала 26 жасқа толғанға дейін беріледі. Ажырасқан әйелдерге арналған жәрдемақы айына $1,400. Ол жұмыс тапқанға дейін осы төлемді ала береді. Ең төменгі зейнетақы $3,000. 2007 жылы үкімет азаматтарының $1 миллиард көлеміндегі несиелерін кешірді. Кейде ақша жай ғана таратылып беріледі. Мысалы, тәуелсіздіктің 50 жылдығына орай әрбір азаматқа $3,000-дан берілген. Өткен жылы кез келген адам 1 жыл бойы негізгі қажеттіліктерге арналған азық-түлікті, күріш, май, тауық еті және тағы басқа тағамдарды тегін ала алды. Ғылыми дәрежеге ай сайынғы қосымша төлем магистрлары үшін $700, докторлар үшін $1,400. Ұстаздарға еңбек өтілі үшін бір реттік сыйақы беріледі. Бұл сыйақы 18 айлық жалақыға тең. Ер адамдар үшін үздіксіз 30 жылдық еңбек өтілі қажет. Әйелдер үшін 25 жыл. Жалпы қаржылай бонустар өте көп. Орта есеппен әрбір кувейттік өз жалақысынан бөлек қосымша 50% көлемінде бонус алады. Кувейтте тіпті шетелдіктер үшін де салықтар іс жүзінде жоқ. Елге тауар әкелетін компаниялар небәрі 4% салық төлейді. Бұл өте аз салық мөлшері болып саналады. Осы артықшылықтардың барлығы тек Кувейт азаматтарына ғана беріледі. Ел халқының 70%-ын ешқандай құқығы жоқ гастарбайтерлер құрайды. Олар 6 миллион тұрғындарға қызмет етеді. Кувейт азаматтығын алу іс жүзінде мүмкін емес. Кувейтте өмір сүру құны қымбат Катар мен Біріккен Араб Әмірліктеріне қарағанда төмен. Ал шетелдік жұмысшылардың жалақы деңгейі Катар немесе әмірліктерге қарағанда жоғары. Өйткені ол жақтарда мигранттар арасындағы жұмыс орындарына сұраныстың артуы жалақы деңгейінің төменденуіне алып келеді. Кувейттегі өмір сүру құны шамамен Еуропадағы өмір сүру деңгейіне тең. Мұнда бүкіл мұнай саласы мемлекетке тиесілі. Ол 1961 жылы әмірлік тәуелсіздік алғаннан кейін ағылшындардан тартып алынды. Қазіргі уақытта мұнайдан түскен табыстың бірден бір тамшысы
әмірліктің қазынасынан тыс қалмайды. Мұнай тек елдің әл-ауқатты өмір сүруіне қажетті мөлшерде ғана өндіріледі. Әмір кувейттіктерді көптеген артықшылықтармен қамтамасыз етеді. Білім беру тегін, тіпті ерекше дарынды студенттер үшін әлемнің жетекші университеттерінде оқу шығындарын мемлекет көтереді. Емделу де тегін. Кез келген елде медициналық көмек алуға болады. Үй сатып алу үшін мемлекет тарапынан пайызсыз несие беріледі. Құранда ақшадан ақша жасауды, яғни несиеге пайыз қосуды тыйым салынған. Сондықтан Кувейт бұл тыйымдарды орындауға тырысады. Жұмыссыздық бойынша жәрдемақы $800. Мемлекеттік сектордағы ең төменгі жалақы $2500. Гастарбайтерлердің орташа жалақысы $1000. Өз үйін салу үшін мемлекет $1 миллион дейін пайызсыз несие береді. Бұл қаражат 5 бөлмелі барлық жағдайы жасалған үй салуға жеткілікті. Бірақ ең бастысы, әлемдік нарықта мұнай бағасы қымбаттаған кезде барлық қарыздар мен несиелер есептен шығарылады. Сондықтан кувейттіктер мұнай бағасының көтерілуі үшін дұға етеді. Кувейт бұл шөлдің ортасында орналасқан алып сауда орталығы. Онда тоқ және жалқау кувейттіктер серуендейді. Олардың әрқайсысына 2 гастарбайтер қызмет көрсетеді. Кувейтте жұмыс істейтін барлық шетелдік компаниялар заң бойынша белгілі бір пайыз мөлшерде жергілікті тұрғындарды жұмысқа алуға міндетті. Дәл осындай жағдай Сауд Арабиясында, Оман мен Бахрейнде де бар. Сонымен қатар бұл жергілікті жұмысшыларға өте жоғары жалақы төленуі тиіс. Бір сарапшының жазғанына назар аударайық. Жұмыс тәжірибесінен алынған нақты оқиға. Зауытқа кувейттікті жұмысшы ретінде қабылдады. Оған $10 000 жалақы бекітті және оның орнына аз жалақыға 2 үндістандық жұмысшы жалданды. Себебі кувейттік жұмысына мүлде келмейді, ал оны жұмыстан шығару мүмкін емес. Тіпті әкімшілік қандайда бір құжаттарға оның қолы керек болған кезде оған қоңырау шалып, жұмысқа келіп қол қоюын сұрайды. Бірақ ол жай ғана сізге керек пе, онда өзіңіз келіп қол қойдырыңыз деп жауап береді. Әкімшілік келгенде оларды ұйқылы ояу семіз кувейтті қарсы алады. Жалпы сарапшының айтуынша, кувейттіктердің көпшілігі жалқау семіздер. Олардың жалғыз артықшылығы Кувейтте туғаны ғана. Дегенмен Кувейтте заңдар өте қатал. Жергілікті тұрғын Эмир Сабах әл-Ахмад әл-Сабахты Твиттерде қорлағаны үшін сот оны 5 жылға түрмеге қамауға үкім шығарды. Кувейт конституциясында эмирді сынауға қатаң тыйым салынған. Соңғы жылдары Кувейт билікті сынға алған адамдармен күрес жүргізіп келеді. Әсіресе микроблогтарда. 2019 жылы Твиттерде үкіметті сынаған жергілікті журналист 2 жылға бас бостандығынан айырылды. Ал 2016 жылы ел басшылығына қатысты WhatsApp арқылы жағымсыз пікір білдірген 5 адам, оның ішінде эмирдің туыстары да түрмеге жабылды. Кувейтте алкоголь мүлде тыйым салынған. Ол жерде алкоголь сатылмайды. Ал егер біреу оны ішіп шекарада ұсталса, оны елден шығарып жібереді. Бірақ әйелдердің киіміне қатысты ешқандай шектеулер жоқ. Кувейттің әрбір азаматы тек бай болып қана қоймай, болашағы үшін алаңдамай өмір сүреді. Оның басында баспанасы, астында көлігі, әрі жеке қызметшісі болады. Егер сіз базарға немесе дүкенге барсаңыз, сауда қатарларының арасында кербездене жүретін ақ жирдаша киген ер адамды немесе қара хиджабтағы әйелді жиі байқайсыз. Олардың артынан арба итеріп жүрген қызметшісі жүреді. Қожайын өзі қалаған жемістерін көрсетіп, сатушымен есеп айырысады. Ал қызметші барлық заттарды салып, көтеріп жүреді. Адамдардың қаншалықты бай екенін түсіну үшін кез келген зергерлік дүкенге немесе алып сауда орталығына кірсеңіз жеткілікті. Ондағы дүкен сөрелерінде жұқа алтын тізбектер мен кішкентай сақиналар жоқтың қасы. Оның орнына барлық қабырғалар $10 000 жоғары бағаланатын массивті алтын белдіктермен безендірілген. Витриналарда ірі бриллианттары бар сақиналар мен басқа да бағалы тастар қойылған. Кувейтте отбасы өмірдің ең басты құндылығы. Отбасылар бос уақыттарын бірге өткізеді.
Тіпті туыстары бір жерде жұмыс істейтін жағдайлар жиі кездеседі. Кувейттің тарихы біздің дәуірімізге дейінгі 4 ғасырдан бастау алады. Бұл жерлерді сол кезде шумерлер мен кейінірек Вавилон патшалығы мекендеген. 18 ғасырда Кувейтті Сабах әулеті басқаруды бастады. Олар бүгінгі күнге дейін елдің билеушісі болып табылады. 1899 жылы Кувейт Ұлыбританияның протекторатына айналды. Бұл елді Осман империясының ықпалынан қорғауға көмектесті. 1961 жылы Кувейт толық тәуелсіздік алды. Бірақ көп ұзамай Ирактың басып алу қаупіне тап болды. 1990 жылы Ирак Кувейтке басып кіріп, оны өзінің 19-шы провинциясы деп жариялады. Бұл Парсы шығанағы соғысына әкелді. Ал 1991 жылы халықаралық коалиция Кувейтті азат етті. Кувейт қазіргі таңда әлемдегі ең бай елдердің бірі. Бірақ оның экономикасының 95% мұнай экспортына тәуелді. Елде азаматтарға салық салынбайды. Барлық әлеуметтік қызметтер тегін. Бірақ экономика диверсификацияланбаған. Сондықтан мұнай бағасы төмендесе, елдің қаржы жағдайы нашарлауы мүмкін. Кувейт Парсы шығанағындағы ең либералды елдердің бірі. Әйелдерге көлік жүргізуге, кез келген салада жұмыс істеуге және сайлауға қатысуға рұқсат етілген. Кувейт әлемдегі ең ыстық елдердің бірі. Жазда температура 50 градустан асады. Елдің өзінің тұщы суы жоқ. Кувейт толығымен теңіз суын тұщыландыру арқылы ауыз су алады. Бұл елдің проблемалары туралы менде бөлек шығарылым болған еді. Міндетті түрде қарап шығыңыз. Сілтемені сипаттамада қалдырамын. Елде қоғамдық көлік нашар дамыған. Сондықтан елде әр адамға кемінде бір көліктен келеді. Кувейт әскери тұрғыдан да ерекшеленеді. Елде міндетті әскери қызмет жоқ. Бірақ соңғы жылдары азаматтарды әскерге тарту туралы заң қарастырылуда. Елдегі ең танымал тағам махбус. Дәстүрлі күріш пен қой немесе тауық еті қосылған тағам. Ел 2040 жылға дейін Кувейт 2035 даму бағдарламасын жүзеге асыруда. Оның мақсаты экономиканы мұнайдан тәуелсіз ету және елді технологиялық орталыққа айналдыру. Кувейт халқы өте қонақжай халық. Сондықтан кешкі асты түнгі 11-де ішетін болсаңыз, таң қалмаңыз. Кешкі асқа дейінгі уақыт қарым-қатынас және әңгімелесу уақыты. Дәстүр бойынша еденге төселген жастықтарға отырып тамақтану әдетке айналған. Ас ішу кезінде тек 10 қолды қолдану керек. Себебі сол қол таза емес деп есептеледі. Жалпы Кувейттегі өмір ережелері өте қарапайым. Алкоголь мен есірткі тұтынуға қатаң тыйым салынған. Билікті сынауға болмайды. Міне, осындай қарама қайшылыққа толы ел Кувейт. Бұл молшылықта өмір сүретін, бірақ сөйлеуге құқығы жоқ адамдар мекендейтін монархиялық жұмақ. Ал сіз бұл елге барғыңыз келеді ме?